Красиво! 1 кило 400 евро! Ну, почти салон ғой. Ема! Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Кезекті видео балық аулауға кеп қалдық. Қасымда Асыл Мұрат бар. Екеуміз Нұраға келдік. Көреміз не болатын. В общем, қандай балық бар, соның бәрін аулауға келдік, білмеймін. Не бұйырады, соны ұстайтын боламыз. В общем, дайындық керемет. Бүкіл нәрсені алып келдік. Енді қазір бастайтын боламыз. Кеттік. Короче, дайындықты қарашыш, мынандай тірі балықтар алып келгенбіз ғой қаладан. Өзімізбен бірге ауа қойып. Асыл Мұрат мынандай неге ұстайын деп жатыр. Мынандай дайын судак ұстайтын нелер сатылады. Аблайханы 56 адам мындай дайын сатылады. Мынаны ілесізде суға лақтырасыз да болды. Судакты қырасыз. Осындай да алсаңыздар болады. Астана қаласы Аблайханы 56-да сатылады. Мен қазір неден бастаймын? Кукуруз салып, прикормка езіп, Асыл Мұрат мына судаққа мына көксеркеге тірі балықтарды салып жатыр. Мынандай кукуруз бар екен, мінекей. Өткенде алдыңғы видеода шыққан осы. Мына жерде подсказка тұрады. Сол подсказкадан көрсеңіздер болады. Осыған жақсы түскен негізі. Бұны да көретін боламыз. Бұл Асыл Мұраттың арсеналы негізі. Менікі мына жақта. Ал, короче, мінекей прикормка жемтік. Мынау дейтін клубника ма, сондай Дунаевтікі. Бундуэль. Үшеуін іліп қойдым. Қазір бірінші заброс кетеді ал. Бісміллә, бірінші заброс. Бірінші заброс. Астана балықшы. Оппа. Сазанға кетті, сазанға. Бұйырса. Солнышко выходит, кажется. Бұйырса. Кетті ал. Бірінші заброс. Мына жерге бір тірі балық салып қойдым. Көксеркеге. Асыл Мұратта бәрі көксеркеде тұр. Міне мұнда фидер тұр. Анда макушатник тұр. Арасында. Көреміз енді бұйырса қандай балықтар түседі екен. Есть ба? Не? Макушатник қой. Карась, либо язь ба? Кетіп қалған сияқты. Вообще сопротивление жоқ. Қойш? Болды ғой пока. Бар екен. Тиктокты жариямады видео қосып қойған ғой, тикток. Видим ба, пацак? Тоқта. Леш. Лештің, дәу леш. Ё-майо! Мынаны қараңдар. Точно килограмм ғой. Че там? Че там? Міне жігіттер, толық видео. Ютубта. Астана балықшы. Қалай? Мынандай леш ауыр. Қалай, міне қараңдар. Ема! Кукурузға. Килограмм ба? Железный. Менде весы бар ғой. Бар шығар? Ема! Макушатникқа түсті ғой? Анда неге, чеснокқа. Мені танулем. Олям, қазір. Ема, маттақ екен да какой-то. Ой, аш аузында. Жабырасына тығып жүрмеді. Че там, қанша деп ойлайсыңдар? Бір кило 400 евро. Че там? Досым. Ема, рахмет. Сен оқуға кетесің. Мынаны қара, новый. Бүйіріп екен ғой соны. Красавчик. Настроение көтерілді ғой. Тамақ пісіріп жатыр, обед. Мынау кублей. Мынандай кублей. Макарон пісіреміз осыған. Қазір.
шай қайнатып термосқа құйып алдық. Біз макарон саламыз. Мына жерде бізде обед, мынандай стол, әдемі. Мына орындықты қарасаңдаршы. Мощный ғой мынау деген. Бүйтіп шалқайып қойып отыратын орындық қой. Манағы лештен кейін пока тыныш. Обед ішейін деп жатырмық. Мыналарға жер беріп қойдық. Балықтарға. Олардың күтімі мощный. Қалада жоқ жерді беріп жатырмық. Тамақ дайын. Қазір ішетін боламыз. Шай мынанда құйып алдық. В общем, обед. Ал кетті. Қайықпен нелерді қойып келейін деп жатыр. Бисмилля. Анау қамыстарға. И мына жерге қазір лайнан қоятын болам. Жердің тереңдігін көрейік. Мә, саған прикинь. Яма ма? Міне. Болды міне, үшеуін қойып қойдым. Үшеуінде де кукуруз тұр, ана жымық тұр. Чесночный. Көреміз, не болады екен. Қазір ана жерге неге көксеркеге қоятын болам. Ақ па? Бар. Опа! Дану. Ух ты! Нормально бірден ғой. Ойбай! Сазан ба? Жоқ. Карась шығар. Точно сазан десе. Қайдан келді? Карась! Мынаны қараңдар, қандай карась! Ну, почти сазан ғой. Ема! Енді тиктокты жаратын болды енді. Карась. Мына көрсен жүрші. Больше берейікші саған. Что-то Апашқа түсіп тұр. Мынандай карась көрдіңдер ме? қанша бересің? Кило 200. Килушка деп отыр мен. Ровно. Ровно? Ровно деп отырмын килушка. Мынаны бас жібересің ба? Таны ойлаймын. Қараңдар. Кило 600. Кило 600. Ой, ема. Кило 600 деген карась мен бірінші ұстап тұрмын өмірімде. Жаратын болды мына жігіт. Кило 600. Лайк. Красавец. Вот спиннингист. Чё, как успехи? Нормально? Вообще. Удар да жоқ қой. Сағат 8 болып жатыр. Біз ночной рыбалка қалайын деп жатырмық. Түнмен аулайтын боламыз. Түнде білмей көреміз. Бұйырған балық ұстаймыз. В общем, көксерке, налим, карась түсе ма түнде, не түседі. Леш бар та. Манағы екі балық. Ана ішінде. Содан кейін вообще Тишина. поклевкада болған жоқ қой да? Бұйырған кетпейді енді. Түнде көреміз, налим, либо судак. Бірдеңке алып шығуға тырысамыз енді. Бұйырса. Ниятынан зависит дейді ғой. Ана үшеуі үндемейді. Ана жақтағылар үндемейді. Спиннингке үндемейді. Ох, бір жағы батсақ болды. Короче, міне түн болды. Қармақтарымыз бәрін кері лақтырып қойдық. Ауыстырып дұрыс көрінбеуі мүмкін.
Мына жерде міне от жағып жатырық. Ана жерде адамдар бар. Әні фонариктер жанып тұр. Қалай талады мынау? Мынау бізге қонаққа келіп мә балық. Қозғама. Балық алып отқан шығармыз. О, нормально. О, келеді. О, карась! Мына тоже 1 килограмм 600 карась қой. Мынаны қараңдар. Мынау анадан ірі сияқты да? Алдайка өлшеп көреміз бірден. Бірден өлшеп көреміз. 0,70. Мінекей түнгі рыбалка. Ага. Так. Килограмм өзгерту керек қош. Оз деп тұр да, оз деген кереміз бізге. Анасын басы бірге. О, килограмм. Ал кеттік. 855. А чё бағана ананы ну-ка отмерь? Там, значит, не 1,5, не кило 600 там. 850 грамм дейді не? Че-то. Ну-ка, СБ-ні өлшеп жатырық қой деймін, по-моему, да? Мана қате өлшедік па не? Міне. Анау мана өлшеген кезде мына карась 1 кило 600 болды. Веске қате өлшеді ма? Бірдеңе болды. Кері өлшейміз бе? Для адамдарға, для... Ана что-то салқыннан тупить етіп тұрған жоқ па? Жоқ, вот по нулям. По нулям я поставил. 845. Мана басқа бірдеме өлшегенбіз ғой burada. 845. 840. В общем, ұйқыдан тұрдық. Келесі күн, екінші күн. Балықтар түспеген, жаңа тексеріп шықтық. Міне, шай қайнап жатыр. Қазір шай ішетін боламыз. Бүгін көреміз енді, бүгін қалай болады екен. Аналар тексеріп келу керек қазір. Тірі балықтардың бәрін кешегі ана не жеп кеткен. Не дейтін еді оны? Тышқан. Балықтарымыз аман есен. Кешегі ұстаған. Хоп, қайдасыңдар? Кешегі ұстаған балықтар мінекей. 2 карась пен 1 талы. Судың ортасына лақтырып қойғанбыз, кешен алып кетпесін. Түнде күн суық болды мынағарында. Кешегі алдырып кеткен заттарымыз. Бәрі тұр орнында. Ара. Тряпкамыз болып қатып қалыпты. Салқыннан. Кәдімгідей бір. Ошы мына жерден қармаққа аулап көрейін деп жатыр. Балық қалай болады екен. Мүмкін бірдеңесі болар. Қармаққа кетті. Қармағымды лақтырып қойдым. Қармаққа аулап көрейік. Ана жерде жоқ, ана баклажкалар тұрған жерде бар. Клевать жатыр бірде. Қауып жатыр. Алмай тұр.
да. Живецқа ма? Малевка, малевка. Жақсы ғой. Мынандай бақтар түсіп жатыр мына ерсі. Нет, нет. Ух ты! Во, адам. Что там, карась? Жоқ, ез ғой. Хороший яйца. Килограмм. 300 грамм. Мынандай ездар түсіп жатыр. Вышел на охоту. Мынандай ездар шығады. Сейчас поймаю. Бақ жіберейін. Жіберейін деп жатырмын, бар. Апаларын шақырып келе. Кетті. Бірден күліп айтып жатырмын. Бірден күліп айтып жатыр. Шыдырлатпай тұр, что-то. Шыдырлатпай тұр. Жоқ сияқты ештеңе. Құттай балық. Бар екен. Бар екен. Дымы? Иә. Подсып. Опа. Че за? Подлещики. Ой, бай. Құттай қылмау деген. Кесеміз бе или что? Малек бар. Давай, до свидания. Еще карастар қайда? Деу карастар. Ұшып кете алмай жатыр, Былай қарай. Қатер ұстап жатыр, Былай. Уй. Мә? Слабый бар, судақтар. Не ғой оған дымбаған жоқ, тек ауызы. О, Все, на балықтарды алып жатыр, мына езді. Жібере саламыз, давай. Сау бол. Так. Сонымен бүгін біздің балық аулауымыз аяқталады. Мінекей мынандай мөңкелер түсті. Міне мынандай. 2 мөңке. Кеше біреу түсті, түнде біреу түсті. Басқа балықтар түскен жоқ. Мына жердің балықтар үлкен екен. Редко, но меккі түседі екен ошым. Сіздер каналға жазыңыздар, лайк басыңыздар. Барлық видеоларды қарап шығыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Осындай мөңкелер сізге де бұйырсын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сонымен маневр кеше ұстаған балықтарды мінекей мынандай қылып пісіріп жейін деп жатырмыз. Мінекей осындай қылып дайындап керемет қылып жейін деп жатырмыз, короче.